Семейде, Атырауда оқушыны ұру, жабылу ұру, тепкілеу сияқты фактілер тіркеліп жатыр. Салдарын анықтамай себебімен ғана күресіп жатқан секілдіміз да, былай қарағанда. Себебі де қиын, салдар да қиын. Ол мәселені біз 30 жыл бойы жабулы қазан жабулы күйінде келсек, біз оған қарамасақ, яғни ауруын жасырған ол өлім әшкерлейді деген нәрсе бар ғой. Қорғансыз жүрген жетім баланың мектепте бір адам қорғай алмағандығы мені қатты алаңдатады. Кейбір сыныптарда баланың саны 30-35-40 баладан отырған мектептер бар ғой. Мұғалімді шатастырдық. Сәйкесінше мұғалім шатасқаннан кейін әрине балалардың білім сапасында осындай олқылық орын алды. Айттық. Қазір мұғалімнің жағдайы не болды? Бәріміз ұмытып, ары қарай бір басқа дүрмектің артынан кете берген сияқтымыз. Семей әкімдігі ол заңсыз әрекетке барды. Бұл менің де өзімнің жеке бақылауымда. Менің ойымша бұл көптеген басқа да мұғалімдерге кәдімгідей сигнал. Бухгалтерлардың біздің мектептің мұғалімдерінің айлық жалақысының жымқырғандығы қанша миллиард залал келтіргендігін біз білеміз. Ораза кезінде ұстаздар айтып жатады, балалар ұйықтап әлсіреп отырады сабақта. Орамал таққан үшін сабаққа бармай қалған балаларды да көрдім. Бұл нархоз университетінің басшылығының жауапкершілігі. Сізге қандай қонақ келіп жатыр? Ертең террорист келсеші? Тегін білімнің қадірі болар ма екен? Ертең дипломы бар, жұмысы жоқ жастардың саны одан сайын арттырып алмаймыз ба? 78 мыңнан астам гранттарды балаларға бердік. 4-5 жылдан кейін 78 мыңнан астам жұмыс орындары бола ма? Осы сұрақты мен бірнеше мәрте қойып келем. Қадірлі көрермен, мен Айбек Қосан, сіздерді білген дұрыс YouTube арнасына жазылып, лайық деп тапсаңыздар, лайк басып қолдауға шақырамын. Бүгінгі студиямыздың қонағы мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменова. Саламатсыздар ма? Енді бірде мына әңгімеден өзіңізбен бастасақ, жақында өзіңіз оқып біліп отырсыз, Семейде, Атырауда оқушыны ұру, жабылу ұру, тепкілеу сияқты фактілер тіркеліп жатыр. Енді бір жағынан интернет болмаса, осы жағдайларды білмейде қалар ма едік, жабылып кетер ме еді. Директордан басқа бірқатар азаматтар жауапкершілікке тартылды деп айтып жатыр. Енді қалай ойлайсыз, жалпы мұндай жағдайда кім кінәлі? Тәрбиеге кім жауапты? Ата-ана ма, мектеп директоры ма? Кейде осы таяқтың екі ұшы түсінбей қалып жатамыз. Әрине өте күрделі сұрақ. Шын айтқанда күнде осындай бір резонансты оқиғаны көріп қаламыз. Балалардың арасында қатыгездікке байланысты, соншама зұлымдыққа байланысты. Сондықтан да бір шетінен біз оның себебін анықтамай, сол салдарын анықтамай, себебімен ғана күресіп жатқан секілдіміз да, былай қарағанда. Себебі де қиын, салдар да қиын. Біріншіден біз 30 жыл бойы шын айтуымыз қажет, тәрбие саласына, енді Кеңес одағы кезінде тәрбие саласына біз формалды түрде қарадық қой, былай қарағанда. Бірақ оның өзінің бір идеологиялық ұстанымдары болды да. Тәуелсіздік алғаннан кейін әрине сол ұстанымдарды болмағандықтан тәрбие жұмыстары бір педагогиканың формалды деңгейінде ғана қалып қойды да. Іс-шаралар өткізу мектепте, немесе қандай да бір жиындар өткізу сонымен шектеліп қалды да. Бірақ өзіңіз білесіз, тәрбиенің мәні ол тереңде. Екінші үлкен мәселе, бүкіліне мектеп кінәлі, бәріне мектеп жауапты деген бір қасаң түсінік қалыптасты да. Сондықтан да мұғалім де соған да жауапкершілік артатын мәселе өте көп болып кетті. Бәріне мектеп жауапты деген мәселе болды. Ата-ананың жауапкершілігі үнемі жаңағыдай екінші планда болып қалды да, тіпті кейде үшінші планда. Сондықтан да менің ойымша бұл жерде үлкен проблемалар бар, ол өзекті проблемалар бар. Біріншіден, мен енді тек қана ата-ана жауапты деп айтқым да келмейді. Өйткені мектептің де жауапкершілігі бар. Немесе тек қана мектеп жауапты деген нәрседен де, шын айтсам, ондай нәрсені де айтқым келмейді. Өйткені бұл жерде ата-ананың жауапкершілігі, барлық тәрбие ол отбасынан басталады. Бала үйінде не көреді, соны түзде жасайды. Сондықтан да бұл аксиома. Мектептің де жауапкершілігі бар. Осы балалардың сотқарлығын көрмеді емес, көрді. Білмеді емес, білді. Яғни қорғансыз жүрген жетім баланың мектепте бір адам қорғай алмағандығы мені қатты алаңдатады. Педагогикалық ұжымда бір адам мына балаға тиісуге болмайды деп айта алмағандығы мені алаңдатады. Мысалы, біз мектепте жұмыс жасадық, мен жай мектепте де жұмыс жасадым, инновациялық және зияткерлік мектепте де жұмыс жасадым. Мысалы, бізде дәл осындай сотқарлық, осындай бұзақылық орын алған кезде әскери пән бар ғой.
алғашқы әскери технологиялық дайындық пәні. Сол пәннің мұғалімдері және дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері міндетті түрде келіп мұғалімдерге айтатын. Мына жерде сотқарлық болып жатыр. Осыған байланыс тәртіпке шақырамыз деп, ер балалардың арасындағы тәртіпті осы мұғалімдер өздеріне жауапкершілік алатын. Білмеймін, мүмкін басқа мектептерде басқа шығар. Тағы бір мәселе, мынау мектептегі инспекторлар дейтін бар, одан кейін психологтар жұмыс істейді, бірақ біздің білуімізше, соңғы ақпарат бойынша мен біліп көрген едім. Сол жерде айтады, психологтардың саны катастрофалық тұрғыда жетпейді балалармен жұмыс істеуге. Әсіресе мынау 2000, 2500, 3000 бала оқитын мектептерде балалардың әрқайсымен психотипін білу, тест жүргізу мүмкін емес шаруаға айналып бара жатыр дейді. Бұл да қаншалықты өзекті жалпы мамандардың жетіспей жетуі? Өте өзекті. Жаңа сіз дұрыс айтып отырсыз, қазіргі таңда мысалы 3000, 2000 оқушысы бар мектептерде психологтар жетіспейді, және психологтар бар болса да, олар мектептің оқушысымен жұмыс жасауға, шын айтқанда, барып көріп жүрмін, кәсіби деңгей жетпейді. Бізде психология ол негізі кенже дамыған ғылым. Өз Жүсіпбек Аймауытовтың да психология туралы еңбегі бар. Сол жерде айтады, психология бұл жан туралы ғылым. Қазақтар бұдан жаңағыдай жиренбей осы ғылымды меңгеруге біз кәдімгідей ден қоюымыз қажет деп өз сол жерде айтады. Бұл нені көрсетеді? Бұл жалпы біздер енді психология дегенді мынау жындыхана сондаймен бір шатастыру бар да. Ол әу бас істемейді деген сияқты. Сондай. Сондықтан да оны стереотиптер болғандықтан ең басынан бізде психологияға ғылым ретінде дамуы өте кешеуіл дамуды. Сонымен қатар екінші жалпы сол психологтарды мектепке енгізіп, оны мектептің жүйесіне дамытуда да ондай бір жүйелі жұмыс соңғы 5-6 жылда ғана қойылып жатыр. Тіпті бір кездері болды, психолог деген кәдімгі штат бар, бірақ барып қалсан, ол немесе директордың көмекшісі болып жүреді, немесе директордың хатшысы болып жұмыс жасаған, ондайда директор бар, сондықтан да оған атүсті қарады. Біз психологиялық қызметті жетілдіруіміз қажет. Қазіргі таңда 500 балаға бір психолог деп жатыр ғой. Ол да менің ойымша үлкен норматив. 300 балаға бір психологқа жеткізуіміз қажет. Ол мүмкін бе жалпы? Жеткізу мүмкін емес сияқты болып көрінеді жалпы. Неге мүмкін емес? Егер біз университеттердің бәрін жинасақ, педагогикалық университеттер көп емес қой. Соның ішіне психология, педагогика мамандықтары бар университет, тіпті санаулық, саусақпен санаулық. Солардың бәрін жинасақ, олардың программасын, оқу бағдарламаларын қайта қарасақ, ол жерде оқу бағдарламаларына нақты бастауыштағы психолог осындай болу керек, орта буын психолог осылай болу керек, жоғары сыныптардағы психолог осылай болу керек деп қайттан бағдарламасы дұрыстап қарасақ, сонымен қатар осы жердегі білім алып жатқан психологтарға қолдау таныта отырып, айлығын дұрыс төлеу арқылы шешуге болады. Мына мәселе, сізбен жаңа 2500-3 мың бала деп айтып қалдық қой. Жалпы мына оқу арту министрлігінің статистикасын бір шолып шыққан болатын. 8 мыңға жуық мектепте 4 миллионға жуық бала оқиды дейді. 3 мыңға жуық мектепте бір ауысымды, 4700, енді 5 мыңға жуығы 2 ауысымды, және де 64-і 3 ауысымды дейді. Енді мынау 2-3 ауысымды мектептерге сіздің назарыңызды аударғым келіп отыр. Жалпы білім сапасына қалай әсер етіп жатыр осы 2-3 ауысымда оқып жүрген балалардың жалпы біз сауатын осы белгілі бір кезеңдегі осы балалардың білім алуға дейтін мүмкіндігін балталап жатқан жоқпыз. Бұлар қаншалықты білім ала алып отыр? Енді 3 ауысымды мектеп қазір саны жылдан жылға азайып келеді. Ол көбінесе Алматы облысында және Түркістан облысында. Түркістан облысында да оның саны едәуір азайып қалды. Алматы облысындағы саны азаймай тұруы, өйткені ол жердегі миграциялық толқын өте жоғары болып тұр. Яғни Алматы облысы кезінде Алматы қаласына жақын жердегі маңдағы ауылдар, сол ауылға көшіп бару өте көп. Олардың ата-аналары Алматыда жұмыс жасайды, бірақ кешке балалар өздерінің үйіне келеді, бірақ мектепке сол жерде балалар барады. Сондықтан да ол жердегі 3 ауысымды мектеп дегеніміз, яғни көшіп қон миграциясы жоғары. Менің ұмытпасам, осыдан 2 жыл бұрын 137 мектеп болды 3 ауысымды. Содан бері одан да азайды. Бірақ 3 ауысымды мектептер неге болады? Өйткені ол 2 ауысымға жаңағыдай ашылуы мүмкін, бірақ ол жерге көшіп келудің толқыны жоғары болғандықтан, тіпті 2 ауысым деп, мысалы, бір ауысымда 600 бала деп ашатын болса, ол жерге көшіп келіп жатыр. Сонымен қатар шүкір демографиялық өсімде бар, соған байланысты бір ауысымда 600 бала оқитын болса, 2 ауысымда 1200 бала оқитын болса, енді ол жерде 1600 адам болатын болса, сол 3 ауысымға келіп тұр. Сондықтан да, проблема. Бірақ ол сондай бір осыдан 2 жыл бұрын
3-4 жыл бұрынғы кәдімгі бізде үлкен проблема болды ғой. Оқушы орнының жетіспеушілігі, мектептердің жетіспеушілігі, ол проблемадан жайлап ол проблема шешімін тауып жатыр. Ал енді 2 ауысымға келетін болсақ, әрине бәріміздің қалауымыз ол 1 ауысымды мектептер. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жалпы комфортты мектептер жобасы да осы 1 ауысымда балалар сапалы, комфортты негізде бүкіл заманауи лабораториялары бар сондай жағдайда білім алсын деген сондай үлкен жобасы жүзеге асырылып жатыр. 217 мектеп, біразы ауылдық жерде, аудандық жерлерде, сонымен қатар моноқалаларда да бар. Яғни бұл мысалы бір кездері болды ғой, зияткерлік мектептер өте үлкен арман болды. Ол небәрі 20 қалада ашылды, солған балаларын оқуға түсіруге мүлдем қол жетімсіз болды, білесіздер. Қазір әйтеуір салынып жатқан мектептің әрқайсысына барасын, әрқайсысы сол инновациялық мектептерден кем емес. Жабдықталуы өте жақсы. Ол жердегі зертханалардың бәрі заманауи. Біздің кезіміздегі арман, бізде оның біреуде болған жоқ. Парталардың деңгейі қандай болды, есімізге түсетін болсақ. Бірақ менің ойымша бұл жердегі мәселе басқада. Бұл жердегі мәселе мұғалімдердің жаңағыдай сабақ. Мен өзім негізі мектептің әдемі болғаннан бұрын жалпы мұғалімнің сапалы болғанына көп көңіл бөлу қажет деген. Жылтырақтан не пайда дейсіз ғой? Принципті ұстанамын. Өйткені егер мұғалім сапалы болмаса, мұғалім өзінің 45 минут сағатын сабағын сапалы бермесе, балаларды уақытылы сапалы білімді беріп, сол білімді өз деңгейінде бағалап, сол бағасының негізінде кәдімгідей балада белгілі бір тақырып бойынша, белгілі бір пән бойынша өзіндік білім қалыптаспаса, онда оның міндеті былай қарағанда орындалмайды деген сөз да. Кейбір сыныптарда баланың саны 30-35, 40 баладан отырған мектептер бар ғой. Жасыратын жоқ, қазіргі уақытта өткенде бір журналистің материалын көріп отырмын. Ата-аналар әсіресе Астана, Алматы, Шымкент сияқты үлкен қалаларда амалдың жоқтығынан қосымша сабаққа балаларымызды түсіріп жатырмыз дейді. Неге дейтін сұраққа ата-ана жауап береді. Менің баламның сыныбында 35 бала, кейбірінде 40 бала, сабақтың ұзақта 45 минут болса, бір балаға 1 минуттан білгеннің өзінде де ол не білім алып шығады дейді. Көп жерде бағдарламаны түсінбейді балалар. Екіншіден мұғалімге жауап бере алмайды. Содан қиналып, амал жоқ, 40 мың, 50 мың, 60 мыңнан төлеп түсіріп жатырмыз дейді. Енді бұл проблема репетитор орталықтардың проблемасы, сонымен қатар осындай үлкен мегаполис қалалардағы балалардың ата-аналарының репетитор орталықтарға балалардың жаңағыдай қосымша ақы төлеу арқылы беру мәселесіне мен көптен бері көтеріп келемін. Бұл жердегі мәселені мен жалпы стандарттан көрем. Менің негізгі, мен бұны уже қанша жыл айтып келе жатырмын. 2016 жылы біз жаңартылған білім беру стандартын қабылдадық. Жалпы сол стандартта бізде көп қателіктер кетті деп ойлаймын. Біріншіден, мұғалімдер қоғамдастығы оған дайын болмады. Университеттерде дайындалып келе жатқан жаңа буын мұғалімдерді де осы стандартқа бейімдеп оқыту жүйесі жолға қойылмады. Сәйкесінше жұмыс жасап жүрген мұғалімде, жаңадан қосылған жас мұғалімде мына стандартпен қалай сабақ беру керек екенін білмей қалды. Кейбір біздің эксперттеріміз айтады, қазір мысалы математикада комбинаторика деген пән 1-ші сыныптан беріледі екен. Бірақ ол нақты математикада 7-8 сыныпта өтетін тақырып. Яғни 1-ші сыныпта беру арқылы бұл жерде балалардың функционал сауаттылығын дамытамыз деген нақты мақсат, міндет қойылғанымен, шын айту керек, біз мұғалімді шатастырдық. Сәйкесінше мұғалім шатасқаннан кейін әрине балалардың білім сапасында осындай олқылық орын алды. Сондықтан қазір стандарт қайттан қаралып жатыр, арагідік оған да сындар айтылып жатыр. Бірақ менің ойымша математикада енді өзіңіз білесіз, бөлу жаңағыдай логарифмге дейінгі өтетін өзінің тақырыптары бар. Ол жүйелі өзінің жаңағы кәдімгі өтетін кезең-кезеңмен тақырыптар. Сондықтан да логарифмге дейінгі тақырыпты, немесе ол тақырыптарды өтпей бірінші логарифмдерге секіретін болса, онда балада әрине дұрыс, нақты жүйелі түсінік қалыптаспайды. Кез келген жаратылыстану ғылымы болсын, кез келген математикалық пән болсын, тіпті лингвистикалық, гуманитарлық пән болсын, өзінің бір жүріп өтетін жүйесі бар. Ол тақырыптық жүйе, ол жалпы балаларды түсіндіру кезінде орын алған тарихи оқиғаларға да байланысты. Сондықтан да менің ойымша біз
жаңартылған білім мазмұнында сол алшақтық содан кетіп қалдық та, содан шатасу басталды да. Тіпті ол шатасу орын алған күннің өзінде де біз мұғалімдерді кейін біліктілігін арттыруда, дамытуға бір мүмкіндік бермей қалдық. Мен сол жерден іздеймін кінәні. Мен мысалы Қытайда бір сыныпта 60 бала отырады. 60 балаға Қытайдың мұғалімі ешқандай қосымша сабақты үйретіп жатыр. Сабақ қанша? 40 минут отыра ма, 50 минут отыра ма, 60 минут отыра ма? Қалай үлгереді мәселе? Біз неге үлгермейміз мәселе? Ол мәселе бар. Яғни біз методикамызды мүмкін осындай бізде қазір стандартта нормативте 25 бала бір сынып деген нормативті бекітіп қойдық қой. Сәйкесінше біз мұғалімді да 25 бала бір сынып деген нормативке үйретіп жатырмыз. Бәлкім егер бізде балалар тығыз орналасқан мектептер, енді ол мектептер бар ғой, біз одан кете алмай тұрмыз. Оған кете алмайтын себебіміз бірінші демографиялық өсім бар. Екінші, үлкен мегаполистерге демографиялық жаңағыдай көшіп қонудың толқыны бар. Біз одан кете алмаймыз. Сәйкесінше бізде тығыз орналасқан сыныптар болатындығын түсініп отырмыз. Бәлкім біз кейбір 30 балаға сабақ беретін, 40 балаға сабақ беретін сондай бір нормативтер енгізу қажет. Яғни жағдайдан шығу үшін бейімделу керек. Бейімделу керек, бірақ ол мұғалімнің еңбегі. 40 балаға мен өзім 36 балаға дейін сабақ беріп көргем. Миың ашып 40 минутта не айтты, не ойғанды, енді өте қиын шын айту керек. Егер ол 6-шы сыныпта оқитын, 5-шы сыныпта оқитын балалар болса, олар өте қатты жаңағыдай бір-бірімен тез сөйлеседі, жаңағыдай өте қимыл қозғалысқа бейім ғой, үлкен сыныптағы қарағанда. Сондықтан ол мұғалімнің еңбегі. Сәйкесінше біз онда үстеме ақыларды қайтадан қарастыруымыз қажет. 40 балаға сабақ беретін сынып, ол сыныпқа берілетін үстеме ақы осындай болады. 50 балаға сабақ беретін сынып, ол сыныпқа қойылатын үстеме ақы осындай болады. Біз қазір мұғалімдерді мұғалім стажер, мұғалім модератор, мұғалім эксперт деп бөліп жатырмыз ғой. Бәлкім осындай сыныпқа беретін мұғалімдердің де категорияларына байланысты, педагогикалық шеберіктіліктеріне байланысты берілетін үстеме ақыларды да қайта қарау қажет шығар деп ойлаймын. Мен басқаша бұдан шығудың несін көріп тұрған жоқпын әзірге. Өйткені біз 25 деп нормативті қарап отырып, бір шетінен балаларға обал, екінші шетінен қаражаты бар атана ол орталықтарға барып, дайындық орталықтарына барып балаларын дайындап жатыр. Қалтасы көтерсе. Қаражаты жоқ ата-аналар не істейді? Бұл білімдегі теңсіздікке алып келеді. Соған жол бермес үшін мұғалімдерге осындай міндеттеме қою қажет деп ойлаймын. Және екінші мәселе, мен негізі өзінің сабақ беретін балаларына түстен кейін өзі қосымша ақыға сабақ беретін мұғалімдер туралы маған ата-аналар 1-2 жазды. Енді көп емес. Яғни ол сол мектебі қосымша ақы қосымша жаңағыдай қаржылық табу үшін сондай бір мүмкіндіктер ашып қойған екен. Яғни түске дейін бала сол жерге сабаққа барады, түстен кейін ол мұғалім сол баланы басқа бір орталықта әйтеуір сол балаға өзі қосымша ақы үшін сабақ береді екен. Менің ойымша бұл мүлдем дұрыс емес. Дұрыс емес? Дұрыс емес. Өйткені мұғалім ол балаға кәдімгі сабақ беріп айлық алып отыр ғой. Ол басқа балаға егер жаңағыдай интеллектуалды негізде репетиторлық орталықтар сабақ берсе, әңгіме жоқ. Бірақ ол өзі кәдімгі мектепте сабақ беріп соған айлық алып жүрген балаға менің ойымша ақысы үшін қосымша репетиторлық орталықта сабақ беруге менің ойымша ол дұрыс емес деп санаймын. Енді сіз жаңа балаларды айтып отырмыз ғой, қалтасы бар, қалтасы жоқ. Енді қоғам болған соң солай, біреуде ақша бар, кімде ақша бар, солардың кейбірі ақылы мектепке беріп жатыр балаларын. Өйткені жаңағыдай 35-30 бала отырған жерде баласын оқытқысы келмейді. Жақсы мұғалімдер жиналған жерде оқытқысы келеді. Түстен кейін ол жерде тамағын да сол жерден ішеді, қосымша сол жерден оқып, әйбат бірақ қайтады, былайша айтқан кезде. Сондай да мектепте бар, қалтасы көтеретін. Осыны көріп отырып, кейбір азаматтар айтады, жалпы бәлкім бізде енді орта білім тегін ғой. Тегін дүниенің қадірі жоқ. Бәлкім мектептің өзінде ақылы қылу керек шығар. Балабақшаға 30 мың 40 мың төлейміз ғой. Сол сияқты енгізетін болсақ, онда білім сапасы көтерер ме, әр мектеп өз-өзін қамтамасыз ету ме керек деген сияқты. Жеке өз басым бұған қарсымын. Қазіргі таңда, мысалы мен өзім ауылдық жерде туып өстім. Бүгінгі таңда менің осы деңгейге жетуіме ауылдық жерде тегін негізде сапалы білім алуымның арқасында осы нәрсе мүмкін болды. Сондықтан менің ойымша жалпы
7500-ден астам мектеп бар, оның 1500 ғана қалалық жерде, 6000-нан астам ол тек қана ауылдық мектептер. Сондықтан егер біз қазір, мен де арагідік естіп қалам, осындай білімге жаңағыдай қаржылық ақылы мектептер ашайық, жоқ. Менің ойымша бүгінгі таңда балалардың конституциялық мызғымас білім алу құқығы бұл тегін мектепте, тегін білімде. Ал білімді сапалы қылу бұл мектептің менеджерлері, мектептің директорынан бастап мұғалімдерінің қолында. Біріншіден, мұғалім, мысалы мектеп 500 бала болсын, 1000 бала болсын, мектептің мұғалімі өзінің директоры өзінің жүктемені нақты бөледі. Мысалы 5-ші сыныпта осынша мұғалімдер, 6-ші сыныпта осынша мұғалімдер. Сонымен қатар сол мұғалімдер арқылы өзінің әдістемелік бірлестіктері бар. Сол бірлестікте мұғалімдер әрбір жақсы оқитын сынып, немесе білімге құштарлығы аздау сыныптар деп өзі білініп тұрады ғой. Соның арасында өздерінің біліктілігін арттыру мәселесі мектептің ішінде де жасалып жатады былай қарағанда. Мектептегі әдістемелік бірлестіктерден көп жұмыс сол жерде негізі. Біз бірінші деңгейде, мен былай ойлаймын, біз мектепті жайына қалдыруымыз қажет сияқты. Көп жағдайда. Жайына қалдыру деген, мысалы, жоғардан ана приказ, ана бұйрық, мынаны жасау керек деп төпелеп түсіре бермей, мектептегі мұғалімдер қоғамдастығына сенім артып, сіздердің міндеттеріңіз осы, мына балаларыңыз төбелеспесін, балаларыңыз әрбір пән бойынша өзінің нақты стандарт негізіндегі максималды, минималды, орташа білімдері болсын, мұғалімдеріңіз осындай міндеттері болсын деп, біз әрбір мектепке бірінші академиялық еркіндік беруіміз қажет деп санаймын. Кейбір мектепке бара қалсаңыз, мысалы мұғалімдермен сөйлесе қалсаңыз, шын мәнінде жалтақтап тұрады да. Ауданға, аудан облысқа, облыс республикаға, ол жалтақтау дегеніміз не? Ол бір бұйрық күтіп тұрады. Бірақ негізі ол бұйрық мұғалім өзіне бұйрық. Мұғалім мектепке кірді, өзінің сыныбына кірді, сыныбындағы 40 минуттағы өзінің сабағына ол өзіне ғана өзі бұйрық береді. Мына пәнді оқытамын, мына пәннің мақсаты осындай, осы мақсатқа жету үшін 3-ке оқитын бала мынаны біліп шығу керек, 4-ке оқитын бала осыншама білімді жинақтау керек, 5-ке оқитын бала осыншама сұрақтарды жасау керек. Түбінде осы ғой. Жасыратыны жоқ, мұғалімдерді енді жекпейтін тұсымыз бар, тіпті сайлау кезінде де тыныш қалдырмаймыз мектептерде. Неше түрлі жағдаяттарды да көріп отырмыз. Құқықтар да тапталып жатады, оны өзіңіз жақсы білесіз. Жаңағы барып Семей қаласын білесіз ғой, Семей қаласындағы орталық шыршаны құруға Қуат Айтқали дейтін мұғалімді жібереді. Ол бәленбай метр биіктіктен құлады. Құлаған сәтте әлеуметтік желіге әйел шырылдап шыққаннан кейін резонанс болды. Бәлкім тағы да интернетте ол нәрсе айтылмаса, жылы жабылып қояр ма еді. Айттық. Қазір Қуат мұғалімнің жағдайы не болды? Бәріміз ұмытып, ары қарай бір басқа дүрмектің артына кете берген сияқтымыз. Ешбір мұғалімді субботникке, шырша құруға, мектептегі басқа бір нәрсені жасауға міндеттеуге ешқандай заңдық негіз жоқ. Мұғалімнің негізгі міндеті келу, сабағын беру, сол сабақтың негізінде баланы бағалау, яғни өзінің педагогикалық міндеттерін атқару. Семей әкімдігі ол заңсыз әрекетке барды. Соған байланысты мен депутаттық сауал жолдадым. Депутаттық сауалыма жауап келді. Мен бүгін өзім шынымды айтсам осы мәселе көтеріле ма деп алып келдім. Бұл жерде енді дәл қазір мен өзім айтқам, бас прокурор нақты өзіңіздің бақылауыңызға алыңыз деп. Сотқа дейінгі тергеп тексеру прокуратураның бақылауында деп жазды. Мен осыдан 2 апта бұрын мынау прокуратураның парламенттегі өкілділігін шақырып, жалпы мына депутаттық сауалға жауабына көңілім толмайтындығына байланысты. Және бұны әрі қарай тағы да қарастыру мәселесіне байланысты мен тапсырма бергем. Сондықтан да ол тапсырманың қазір жауабын күтіп отырмын. Бұл менің де өзімнің жеке бақылауымда. Менің ойымша бұл көптеген басқа да мұғалімдерге кәдімгідей сигнал, кез келген өздерінің нақты педагогикалық жүктемесіне жатпайтын міндеттемелерді атқармау керек. Ертеңгі күні денсаулығыңызға қасақана осындай бір зиян келетін болса, көріп отырсыздар деген мәселе. Сондықтан яғни бұл шаруа бойынша мен бақылауымда дейсіз ғой? Менің бақылауымда және бұл бас прокурордың бақылауында. Енді сіз жаңа айтасыз, өте жақсы бастаманы айтып отырсыз. Ұстаздар өз құқығын қорғасын, бұғып жүре бермесін дейсіз. Педагог мәртебесі туралы заң қабылданғанын да білеміз. Бірақ мынау Астанадан кетіп
өңірлерге қарап бүйтіп барып қарастырсаң мұғалімдердің мәселесін, ауылды жерде қарастырсаң, ауыл жерде өзі 2-3 жерде ғана жұмыс бар, өзі поштада бар, әкімдікте бар, мектепте бар деген сияқты. Ол ертеңгі күні белгілі бір шаруаны істемей қойсын, ана күз кезінде анау көмірді кіргізбесін, директордың үйіне барып шөбін кіргізуге көмектеспесін, ертеңгі күні оны ноқайлап жүріп соңынан түседі мысалға. Ол сіз айтқандай өзінің құқығын қорғауға тырысып көруі мүмкін. Бірақ естісі жақсы, естімей қалатын болса, ол ертең орнына кетуі мүмкін. Бұны қалай шешеміз, қалай ойлайсыз? Біріншіден, дәл шын айту керек, осы жолы мысалы Айтқалиевтің мәселесінде мен қалай депутаттық сауал жолдай бастадым. Шын айту керек, бір қызық, Айтқалиев мұғалім өзінің есін жинай бастады, жағдай дұрыстала бастады деген ақпаратты бүкіл телеарналар көрсете бастады. Мен соны түсінбеймін. Мысалы, сіз журналистсіз ғой. Менің ойымша ондай манипулятивті ақпараттар таратудың да қажеті жоқ. Шын айту керек, біздің мәселеміз, біздің қойып отырған депутаттық сауалымыз, мұғалімнің жалпы педагогикалық құқығы бұзылып отыр. Бәріміз оны мойындауымыз қажет. Сондықтан да мен шын айтсам, соны түсінбедім. Маған келіп журналистер сұрап жатыр. Ол оказывается өзі есін жинапты. Мен айтамын да, мәселе есін жинағанда емес. Мәселе өзінің құқығының бұзылғанда, мәселе заң орындалмағанда, заңның бұзылғанда. Сондықтан да менің ойымша, біз еңбек инспекциясына, оқу-ағарту министрлігіне, оқу-ағарту министрлігінің жанында бақылау комитеті бар, сол комитеттерге бұл мәселені айтып жатырмыз. Бірақ бұл жердегі үлкен мәселе, менің ойымша, кәсіподақтар да кірісу керек. Бізде кәсіподақ жалпы мұғалімдердің құқығын қорғайтын үлкен ұйым, ол кәсіподақ. Сол кәсіподақтар да өзінің деңгейінде мұғалімдердің жалпы шипажайға баруы, мұғалімдердің денсаулығы, мұғалімдердің осындай мемлекет басшысы қол қойған заңның орындалуына байланысты да кәсіподақтың өзінің міндеттемелері болу қажет деп ойлаймын. Бізде қазір біраз айтып жатыр мұғалімдерге байланысты, омбудсменді сондай институттың қабылдауға байланысты. Бұл енді менің ойымша алдағы күндердің бір шешімін табу қажет мәселесі шығар. Неге? Өйткені жалпы мұғалімдердің мәртебесі туралы заң қабылданды. Ол заңның қабылданғаны өте жақсы болды. Жалпы қазір қоғамда мұғалім мамандығына деген сұраныс өсіп келе жатыр. Неге? Қазір басқа мамандықтар емес, именно мұғалім мен медицина саласының мамандықтарының шәкіртақысы жоғары, айлық жалақысы жоғары, сұранысы бар. Бірақ дегенмен енді бұл құқықтық тұрғыдан реттеу механизмі ретінде омбудсмен институтын, мен ойлаймын, алдағы бір 10 жылдықта сол институтты қабылдауымыз қажет болады. Егерде жаңағы сол ғой мен сізден сұрап отырған, егерде сондай нақты шаралар қабылданбаса, ауыл жерлерде, аудан жерлерде, өңірлерде, шалғайда қалай жұмысқа жекті, солай жеге береді. Қалай сайлауға қолданады, солай қолдана береді мұғалімдерді. Бұл жерде мұғалімдер қоғамдастығының өзінің үні бар да. Мысалы, Айтқалиевтің мәселесіне келейікші. Ол жерде түгел бүкіл мұғалім жинап алып, сіздер сенбілікке шығасыздар, шырша құрасыздар деп айтпаған ғой. Жеке жазған сен барасың. Іріктеп, өз жуастау, мысалы, сөз қайтармайдау деген сондай азаматтарды іріктеп отыр да. Бұл жерде әрине мектеп басшылығының да, және бір нәрсе айтқым келеді, бізге бұған дейін қала әкімінің орынбасары күдікті болмаған, бірақ біздің депутаттық сауалдан кейін, қоғамдағы резонанстан кейін осы күдіктілер қатары да қайта қарастырылғандығын айтқымыз келеді. Сондықтан, біз қоғам болып үн қатуымыз қажет. Қоғам болып әрқайсысына байланысты үн қатсақ, әрқайсысына байланысты прокурордың деңгейінде біз депутаттық сауал жолдайтын болсақ, сол мәселені бақылауында ұстауын талап ететін болсақ, әрине бұл мәселе бейжай қалмайды. Және мұғалімдер де өзінің нақты құқығын білу керек. Көңілшектікке салынып, бүгін жасай салам деген мәселе емес. Ол қорықпау керек менің ойымша. Білу керек, что бұл заңсыз екендігін. Білім саласында мәселені айтқан кезде жемқорлық факторынан да айналшықтап кете алмаймыз. Өткен жылы сіздің әріптесіңіз Дәулет Мұқаев осы мәжілісте оңтүстікте тіпті еден жуу үшін де кіру үшін ақша сұрайды деген хаттарды ашық көрсеткен еді. Оны біз көрдік. Енді сізде жақында бухгалтерлерді ауыздықтау мәселесін көтергеніңізді оқыдық. Жалпы білім саласында жұмысқа кіру, сағат алу деген үшін ақша беру дейтін нәрсе бәріміз білетін сияқтымыз. Бір жемқорлық как будто қалыпты нәрсе сияқты болып бара жатқан сияқты. Менің ойымша бұл қауіпті сияқты. Сіз не ойлайсыз осыған қатысты? Жалпы мен бұған пікірімді ашық білдіріп жүрмін. Біз осыдан 2 жыл бұрын жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, оқу-ағарту министрлігі біз үлкен жиын өткіздік. Сол жиында мен өзімнің ұсыныстарымды бердім.
оның ұсыныстарының басым көпшілігі бүгінгі таңдағы біздің сағаттарымыз бар ғой, мысалы барлық мектептердегі барлық сағаттар бұл тарификация деп айтылады. Сол сағаттарды біз онлайн ашық көрсетуіміз қажет. Біз мысалы дәл қазір Астана қаласындағы орталығындағы мектептер немесе шалғай ауылдағы мектептерде қанша баланың санына байланысты, класс комплектінің санына байланысты туп руптарындағы тарификация сағат саны қанша екендігін білмейміз. Оны ашық көрсету керек. Сол сағат саны ашық көрсетілгеннен кейін түсінікті болады. Қанша мұғалім штатқа кіру керек, қанша мұғалім қай сыныптарда сабақ беру керек, соның барлығы ашық көріне білу керек деп ойлаймын. Бұл бірінші мәселе. Бұл енді оқу ағарту министрлігі мен жергілікті әкімдіктер бірлесе отырып оны жасаса, оның еш қиындығы жоқ та. Екінші мәселе біздегі бухгалтерлер мәселесі. Жалпы өзіңіз білесіз, Алматы облысында бізде бухгалтерлардың, біздің мектептің мұғалімдерінің айлық жалақысының жымқырғандығы қанша миллиард залал келтіргендігін біз білеміз. Ол әрқайсысына қанша мектеп соғуға болады, қанша кітапхана соғуға болады. Былай қарағанда балалардың болашағын ұрлаған бухгалтерлар. Бір фактор ғана емес қой, әртүрлі өңірде осындай ақпарат яғни бұл нені көрсетеді? Бұл осы тарификацияның ашық болмағандығы. Тарификация ашық болса, мұғалімдер өзі көріп отырса, қазір бізде көптеген жүйелер бар ғой, 1С бәрін есептеп алып, олар біліп отыратын еді. Сондықтан менің ойымша бізде қазір мынау біз онлайн Каспи болсын, басқа да қосымшалар арқылы енді жақсы дамып жатырмыз ғой онлайн салада. Осы мектептегі сағаттар санының ашықтығын біз жолға қоюымыз қажет. Сағат ашық болған кезде оны ата-ана, сол жердегі мұғалімдер көру керек. Ол жасырын болмау керек. Сосын сол ашық болғаннан кейін уже түсінікті болады. Қай мұғалім қандай сағатпен жұмыс жасап жүр, оның жүктемесі қанша, сол. Бұл бір мәселе. Ал екінші мәселе жаңағыдай жұмысқа тұру үшін пара беру деген. Пара берудің өзі қылмыс. Пара берудің өзі қылмыс. Пара бермейтін, пара алмайтын қоғамға келу үшін біз қазіргі таңда мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң жобасын өзіңіз білесіз, бірінші оқылымда қарадық. Сол жерде кәдімгі қатал нормаларды қарастырып жатырмыз. Сондықтан бұл әрине былай қарағанда тұрмыстық деңгейдегі сыбайластық, жемқорлық, оның өзі әрбір адамның өзінің жеке басына байланысты. Бермеуді және алмауды біз кәдімгі өзіміздің мәдениетімізге айналдыруымыз қажет деп санаймын. Тағы айтып кетейін, 10 айдан кейін, 12 айдан кейін, вообще осыдан 5-6 жыл бұрын есеп алып отыру өте мықты болған. Яғни 10 ай, 12 ай, сонымен қатар жаңағыдай оқу жылы біткеннен кейін деген өздерінің бір есептері бар екен. Баланың санына байланысты, класс комплектке байланысты, мұғалімдердің ауысуына байланысты, мұғалімдердің бір-бірінің сағатының жаңағы ауысып береді ғой кейде. Соның байланысты кезінде көп отчеттар болған. Сол отчеттарды қазір біз алып тастаппыз. Біз не қаржы министрлігі, не оқу ағарту министрлігі, не білім басқармалары, не облыстық деңгейдегі қаржы басқармалары бұны сұратпайды екен. Кезінде осыны сұрату арқылы олар нақты көріп отырған, қанша қаражат кетті, қайда кетіп жатыр. Менің ойымша осы есептілікті қайтадан жолға қою керек. Сол кезде енді соншама басқармадағы адамдар не істейді? Соның бәрін қойса, менің ойымша тосқауыл да болады, түсінікті болады, қадағалау болады. Қадағалау болған жерде әрбір тиынның тиімді жұмсалуы болады. Қазір енді ораза айында отырмыз. Қыркүйекте екі мәселе көтеріледі. Жаңағы орамал тағып келу, кіргізбеу, онымен кіргізу, және де ораза кезінде ұстаздар айтып жатады, балалар ұйықтап әлсіреп отырады, сабақта тағысын тағы деген сияқты. Жылда көтеріледі, жылда осы мәселемен бетпе-бет келеміз. Мен консервативті нақты бір қалыптасқан пікірім бар. Мен ол пікірден кетпеймін, ешқайда алыстамаймын. Бірақ ол пікірді айтқан күні маған қаншама желдегі жаңа ата-аналар бар, басқа азаматтар, олар кәдімгідей ренжіп, сондай қатты пікірлерін қалдырып жатады. Бірақ сіз өз принципіңізде сақталады. Біз конституция бойынша зайырлы мемлекетпіз. Біздің білім туралы заңның кәдімгі принциптері айқындалған. Сол принциптердің ішіндегі негізгі принциптердің бірі зайырлық принципі. Сәйкесінше өзіңіз білесіз, біз білім беру ұйымдарында саясат туралы және діни уағыз жасауға тыйым салынған. Бұл негізі менің ойымша дұрыс нәрсе. Дегенмен конституция бойынша біз 18 жасқа толған, кәмелетке жасқа толған адамдардың діни жаңағыдай өзінің несін мойындаймыз. Діни өздерінің ұстанымдарын, діни наным түсініктерін мойындаймыз. Сондықтан менің ойымша бесіктен әлі жаңағыдай белі қатпаған жастар дегенмен мектепте ол біріншіден
баланың физиологиялық жағдайы қалай болады, соның бәрін жан-жақты қарастыру керек. Бұған оқу ағарту министрлігі, денсаулық сақтау министрлігі өздерінің нақты ведомствоаралық өздерінің пікірлерін беру қажет деп ойлаймын. Сіздің позицияңыз ораза ұстағанын құптайсыз ба, құптамайсыз ба оқушылардың орамал тағып келуін мектепке? Жаңағы консервативті пікіріңіз бар дедіңіз. Консервативті пікірім, біз конституция бойынша зайырлы мемлекетпіз. Сондықтан біз зайырлықты ұстануымыз қажет. 18 жасқа толғанға дейінгі зайырлық принципі мектептерге тән болу қажет деп санаймын. Бірақ бүгінгі таңда мен енді биыл су басқан жерлерге бардым, аяқтай бардым, көп облыстарды, Ақтөбе облысында 6 ауданда аяқтай өзім аралап көрдім. Жалпы орамал таққан үшін сабаққа бармай қалған балаларды да көрдім. Қыздарды да көрдім. Ол мәселелер де өзекті проблемалардың қатарында. Менің ойымша бұған біз өзіміз жалпы заңнамалық тұрғыдан болсын бірге ойласып, бұған да біз өзіміз шешім қабылдауымыз қажет. Енді өзіңіз білесіз, 19 ғасырда Назипа Құлжанова бастаған апаларымыз қазақ қыздарының білімге деген теңдігі мәселесін олар алға қойды. Алаш зиялылар да осы мәселеге кәдімгідей көңіл бөлді. Сондықтан менің ойымша қазақ қызы оның білімде, оның ілімде, оның жалпы кәсіп алуда оның құқығы еркін болуы қажет. Сондықтан да бұл дәл осы орамал атрибутының кесірінен мектепке бармай қалу дегенді мен өзім қабылдай алмаймын. Мектеп, білім барлық баланың конституциялық құқығы, біз оны сақтауымыз қажет. Жалпы мектепке болсын, университетке болсын, қосымша білім беруге келетін азаматтарды қаншалықты саралау керек, қосымша біліммен келіп отырған себебі нархоз университетінде студенттерге қонаққа келіп практикалық сабақ өткізген бизнес жаттықтырушы дейді коуч. Елдің алдына, жаңағы студенттердің алдына шығып Құдаймен байланыс орнатамыз деп видео қосып, ля иляха илlallah деген сөзді бірнеше рет студенттерге тұрғызып қойып қайталатқызды дейді, зікір салдырмақшы болды дейді. Бәлкім келетін адамды да сәл зерттеу керек шығар. Негізі бұл университеттің жауапкершілігі. Нархоз университеті туралы сіз айтып отырсыз. Мен енді ол болған оқиғаны әлеуметтік желілер арқылы көрдім. Одан кейінгі Нархоз университетінің ректорының кешірім сұраған үлкен жазбасын оқыдым. Бұл Нархоз университетінің басшылығының жауапкершілігі. Сізге қандай қонақ келіп жатыр? Ертең террорист келсеші? Ертең басқа да нәрселер келіп, біздің елдің тұтастығын, бірлігін қарсы нәрселер уағыздайтын болса, әрине университеттің басшылығы бұған тікелей 100% жауапкершілікте. Сондықтан студенттеріңіздің алдына кім келіп жатыр, ол қандай мазмұнда лекция оқып жатыр, оны саралау керек, оны зерделеу керек. Енді барбердің негізгі бірнеше ойлары бар ғой. Университет ол жақсы маман тәрбиелеуден бөлек, ол осы қоғамға, осы елдің экономикасына тұлға тәрбиелейді. Яғни біз өзіміз білеміз, біз мектепте алған біліміміз қандай еді, бірақ университеттегі кез келген кездесуден біз кәдімгі тағылымды нәрселер алатын едік. Сондықтан сол жерге барған студенттер өзінің уақытын сарп етіп, бір сүбелі нәрсе тыңдаймын деп барды да. Сондықтан да бұл жерде әрине балалардың жеке шекарасынан өтетін осындай мәселелердің болғандығы әрине өкіндіреді бір шетінен. Екінші шетінен біздің жастарымыздың қандай еркін екендігі. Кез келген нәрсеге кәдімгі зайырлы тұрғыдан өзінің пікірін білдіруге бар екендігін. Биыл жұмысшы мамандықтар жылдары деп отырмыз ғой. Вице-премьер былай депті, Көшербаев. 2030 жылға қарай елімізде 7000 тракторшы, 9,5 прораб керек болады дейді. Яғни бұл жұмысшы мамандықтары. Бірақ ақиқатын айтқан кезде қоғамдағы тағы бір мәселе, балаларын тракторист, прораб, сантехник, я болмаса басқа да маман болғанын қалайтындар аз. Оны ұят көретіндер, позор санайтындар да жеткілікті. Бұл көзқарасты қалай өзгертеміз, қалай ойлайсыз? Енді ушу флешмобпен биылғы жылды өткізетін болса, онда жұмысшы мамандықтарына деген назарды. Мен бірнеше рет айтып жүрмін, жалпы қазіргі таңда былтырдан бері мен еден жуушы, плотник, сантехник, аула тазалаушы, электриктердің жалпы жалақыдағы еңбек мүдделеріне байланысты депутаттық сауалдар жолдап, осы мәселенің жалпы әділетті шешіміне өзімнің үнімді қосып келемін. Сіз өте дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда жұмысшы мамандықтарға жастар барып жатыр. Бармай жатқан жоқ, барып жатыр. Бірақ бұл жердегі үлкен мәселе жұмысшы мамандықтар деген кезде соның парадигмасын өзгерту керек та. Қоғам қабылдайтын парадигма және жұмысшы маман өзін сезінетін сондай бір парадигма. Мен осыдан 2 жыл бұрын Германияда болдым. Германияда Тюрингия деген жерде болдым. Ол жерде біздің колледждер орналасқан.
соның ішінде автопром колледждері орналасқан, кәдімгі соның жұмысымен таныстым. Ол жердегі слесарь, сантехниктердің айлық жалақысы кәдімгі өте жоғары жалақылар. Яғни 800 сағатқа дейін жұмыс жасайды. Сол сағатта тәжірибесін жинақтайтын болса, оларға разряд беріледі. Сол разряд көтерілген сайын олардың айлық жалақысы өсе береді. Және олардың кәдімгі әлеуметтік кепілдемелері бар. Жақсы өзінің адал еңбегіне, енді олардың еңбегі ауыр ғой физикалық тұрғыдан. Ауыр адал еңбегіне жақсы әділетті жалақы бар. Сосын жаңа әлеуметтік кепілдемелері бар және қоғам оларды сыйлайды. Егер сол жұмысшылар болмаса, онда ана жердегі әдемі Берлиндегі көпірлер жасалмайтындығын олар жақсы түсінеді. Сол жұмысшылар болмаса, онда протез, мүгедектігі бар азаматтардың протездері, соның барлығын жасалмайтындығын жақсы түсінеді. Яғни қоғамда жұмысшы мамандықтарды бір экономиканың қозғаушы күші ретіндегі, қоғамның негізгі қозғаушы күші ретіндегі бір жақсы сыйластық бар. Мен соны байқадым. Сонымен қатар олардың бекітілген өмір стандарттары бар. Мысалы, олар өздерінің оқитын кітаптарының тізімі бар. Олар жазып алатын газеттердің тізімі бар. Кезіндегі біздің кеңес одағы кезінде де болды сондай. Білесіздер, жұмысшылар өзінде серван кітап жинайтын еді. Содан бөлек олар жаздырып алатын газет журналдары болды. Кез келген жұмысшы кез келген деңгейде өзінің жаңағы қазақтың классик жазушылары, басқа да орыстың классик жазушыларының шығармаларын еркін көсіліп айтатын деңгейде болды. Бұл идеологияның жұмысы. Сіз айтып отырған нәрсе мен дәл осылай түсінемін. Біздің қазіргі таңдағы шешуіміз қажет мәселе бұл 2015 жылы қабылданған азаматтық қызметшілер және басқа да қосалқы қызметшілердің жалақысы қарастырылатын 1193 қаулысы. Сол қаулыны біз жаңаша қарастыруымыз қажет. Менің ойымша, крановщиктер, слесарь, сантехниктер, солардың барлығына жаңағы столяр, маляр, токарь, санитарка көп қой. Олардың 200-ден астам тізілімі бар. Сол тізілімді бір қарауымыз керек. Жұмысшы мамандық дегеніміз кім дегенде. Екінші, осы тізілімдегі мамандықтарға төленетін айлық жалақы менің ойымша, білмеймін енді, мен оны үкіметпен тағы талқылауға бармын, сағат жүйесінде төлену керек деп ойлаймын. Мысалы, Европада сағатына 14 евродан басталады. Қазір енді одан өспесе, осыдан 2 жыл бұрын сондай болған. Мен де осы сағат жүйесін қалыптастыру керек деп ойлаймын. Бірақ ол мүмкін емес сияқты. Көптеген жұмысшыларда айлық еңбек демалысы 24 күн. Неге 24 күн? 30 күнін берейік. Және көптеген осы жұмысшы мамандықтарда сауықтыру жәрдемақысы төленбейді, қарастырылмаған. Неге сауықтыру жәрдемақысы бұларға төленбейді? Бұлар нақты сауықтыру жәрдемақысына мұқтаж адамдар. Бұлар да емдік шипажайға барсын. Сондай мүмкіндіктер қарастыруымыз керек. Келесі мәселе мәмстің аясындағы бұлардың денсаулығына байланысты құқықтарын жаңадан қарастыруымыз қажет деп ойлаймын. Мен жаңадан тағайындалған премьер-министрдің орынбасарына бұл мәселелерді айттым. Ол кісі түсініп отыр. Біз осы 1-2 аптаның көлемінде кездесіп, бұл мәселені егжейлі талқылайтын боламыз. Міне осы нәрсе шешілгеннен кейін жұмысшы мамандықтарға деген жалпы осы жұмысшылар өзіне сенім пайда болады да, яғни олар қиын жұмысты жасап жүргенмен қатар оларға мемлекеттің бір үстеме ақысы бар, мемлекеттің бір қолдауы бар екендігін сезінгеннен кейін оларда мүлдем бір қалып түсіну басқаша болады деп ойлаймын. Ал бұны біз реттемейінше, әрине ешкім баласын жұмысшы мамандыққа жібергісі келмейді. Айлық жалақыны әділетті қайта қараудың әдіс тәсілі ол өте өзекті проблема деп санаймын да, және үкімет мүшелері бұны түсінседі екен деген ойда да. Мысалы, мен жақында бір үлкен алпауыт компанияға бардым. Үлкен кәдімгі жер қойнауын пайдаланушы үлкен алпауыт компания. Олардың президенттердің айлатын айлығы мен сол жерде жұмыс жасайтын 3-ші разрядтағы слесарьдің айлатын айлығы енді арама жер мен көктей. Мені сол ойландырады. Яғни ол компанияларда ақша бар ғой. Және ол компаниялардағы сол үлкен алғашқы бірінші басшысы мен анау 3-ші деңгейлі слесарьдің арасындағы айлық жалақысындағы айырмашылықты шамалы азайтсақ. Өйткені қара жұмыс жасап отырған кім? Қара жұмыс жасап жатқан 3-ші деңгейдегі слесарь. Солардың айлығын көтерсек деген ой бар да. Сосын мысалы темір жолшылар. Біз қазір енді
Қазақстан темір жолын айтқан кезде біз темір жолшылардың да еңбегін айтуымыз қажет. Кезінде ол мықты стратегиялық маңызды мамандықтардың бірі болды. Олардың 13-ші алатын айлығы болды, олардың өзінің премиялары болды. Менің ойымша осыған да қайта көңіл бөлу керек та. Біздің кейде жолдарымыздың жөнделмеуі осы темір жолшылардың да жағдайын қайта қарастыруға қажет деп санаймын. Неге? Өйткені өзіңіз қарасаңыз бір мамандық бар. Қыста боранға қарамайды, жазда жауын шашынға қарамайды, смен арқылы келет, шығат, пенсияға дейін олар жаңағы тепловозға мініп түсіп бүкіл ауыр жұмыс жасайды. Және ол ауыр жұмыстың бәрінде темір жолдың кәдімгі жол торабының үзілмей 24/7 қарым-қатынастың қатынап тұрғандығы. Сондықтан да оған да сондай қиын еңбектегі адамдардың кәдімгі еңбегін адал бағалау деп санаймын. Мынау қорытынды сұрағым, мынау техникалық және кәсіптік біліммен 100% қамтуды қамтамасыз ету мәселесі бар ғой бізде. Оқу ағарту министрі айтады, 26 жылға дейін жалпы 15,5 мың орынға дейін арттыру жоспарлануда дейді. Көкейде мынадай сауал бар. Жалпы тегін білімнің қадірі болар ма екен? Ертең дипломы бар, жұмысы жоқ жастардың саны одан сайын арттырып алмаймыз ба жалпы? Ертеңгі күні грант үшін, қосымша сол стипендия үшін ғана сол жерде оқып, кейін ол мамандар өз саласы бойынша сұраныста болмаса, жұмыс істемесе, оған бөлінген 4 жыл, 3 жылдағы ақша, стипендиясы бар, басқа дүниенің барлығы біз ауаға жаққанмен тең болмаймыз ба? Бұл жердегі негізгі мәселе менің ойымша жалпы оқып жатқан мамандығына жұмыс бар ма? Соны нақты білу керек. Бізде қазір еңбек нарығы мен кәсіптік техникалық білім арасындағы кәдімгі нақты сараптама жасалу қажет деп санаймын. Бізде көбінесе оқытамыз, бірақ сол оқытқан мамандықтарға еңбек нарығында сұраныс қаншалықты, соған байланысты шын айту керек, құзырлы органдардың сараптамалық деңгейдегі ақпараттар жетіспейді деп санаймын. Мысалы, былтырғы жыл біз 78 мыңнан астам гранттарды балаларға бердік. 4-5 жылдан кейін 78 мыңнан астам жұмыс орындары бола ма? Осы сұрақты мен бірнеше мәрте қойып келем. Маған жауаптар келіп жатыр, жазбаша да жауап беріп жатыр. Бірақ дегенмен менің көкейімде күмән бар. 78 мың мамандықты біз қайдан жұмыс орындарын ашамыз? Дәл сол секілді сіздің сұрағыңызға да айтатын едім. Мәселе 100% олардың барлығын грантқа бөлеп 4 жыл оқып шығуында емес, 3 жыл оқып шығуында емес. Мәселе осы оқуды аяқтағаннан кейін олардың баратын жұмыс орындары қайда? Егер жұмыс орындары дайын болса, онда сол жұмыс орындарымен дуалды негізде білімді қазірден бастап, сол жұмыс берушілер мына бала бітірген бетте өзіне алып кететінде жүйе жасау қажет. Сол кезде ғана нақты айқындалады да еңбек нарығы. Ал былай қарағанда қазір әрбір салалық министрлік өзінің саласына байланысты өзі кадрлар даярлаудың жауапкершілігін алды. Сондықтан колледждерде де мысалы 800-ден астам колледж бар. Соның аясындағы салалық министрліктер кәдімгі айту керек. Маған 2000 маман керек болады 4 жылдан кейін. Маған 1000 нақты сандар, нақты статистика жүру керек дейсіз ғой бұл жерде. Нақты еңбек нарығымен, яғни еңбек министрлігі, салалық министрлік, оқу ағарту министрлігімен кәдімгідей 3 жақты осындай бір үлкен жұмыс жүру керек. Сол кезде ғана әрине жұмыссыз қалмайды, жұмыс табады, бірақ ең басты нәрсе өзінің алған білімімен, яғни мемлекет оған қаржы бөлді ғой. Мемлекет өзінің экономикасына ертең бұл маман болып келеді деп қаржы бөлді. Сол қаржыны адам 4 жыл, 3 жыл пайдаланды. Сәйкесінше сол 3 жылдан кейін, енді ол 2 жылдан кейін ол кәдімгі өзінің жұмыс беретін жеріне барып, мемлекетке сол қаржыны қайтару керек. Адами капитал ретінде, өзінің жақсы тиімді жұмысы ретінде, жұмыс өнімділігі ретінде. Мәселе сонда. Жұлдыз ханым, 1 сағат көлемінде мектептен бастап университет, жұмысшы мамандықтар біраз мәселенің басын қайырдық. Және де ашық жауап бергеніңізге, біраз мәселелердің басын ашып бергеніңізге алғыс айтамыз. Жұмысыңызға сәттілік. Қадірлі көрермен, сұхбатты өздеріңіз көрдіңіздер, лайк басып, бүгінгі мәселелерге қатысты талқыланған пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Әр нәрсені білген дұрыс. Амандықта жүздескенше.